Айша анамыз, я Расулалла, салауат қалай айтамын сізге дейді. Сол кезде Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Осылай айтсаң, толық айтқаның деді Айша деді. Демек, бауырлар, шыны керек, мына дүние сөзіне келген кезде біз өте жомартпыз. Көп сөйлейміз кейде. Бірақ осы қысқа нұсқа салауат қалған кезде сараңдық қылмайық иншалла. Пайғамбар алейхиссалам Айша анамызға осылай жауап берді. Дәл осы намаздағы салауатымыз бар ғой, осыны айтатын болсақ, пайғамбар алейхиссалам айтқан жауап осылай болды. Әрине, бірақ кейде мүмкіншілік болмай айтқан болса, Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад деп айта береміз. Ол да салауат. Және қоса кететін нәрсе, бауырлар, риуаятта сайидина деген сөз жоқ бұл жерде. Сайидина деген сөздің мағынасы мырзам, біздің көсеміміз деген сөз. Кейбір бауырлар осында бидағат деп жатыр. Дұрыс, риуаятта сайидина деп келмеген. Бірақ осыны кіргізген ахл зикрлар. Алла Тағала Құран кәрімде фассалу ахл зикри ин кунтум ла та'ламун. Сендер білмесеңдер, әрбір саланың өз мамандары бар, маманнан сұраңдар дейді. Дәл осы дін саласындағы маман ұстаздарымыз, жоғарыдағы үлкен ұстаздарымыз сайидина деген сөзді солар қосты. Пайғамбарға деген құрмет дейді. Өйткені жанымыздағы бір-біріміздің атымызды атамаймыз ғой. Сіз деп сөйлейміз, атын атамауға тырысамыз. Ал адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламға да құрмет болу керек екен. Сол үшін бидағат деп айтқан адамдардың өздері бидағат. Оған қарамаңыздар, мән бермеңіздер. Өйткені діннің мамандары солай деп айтып жатыр. Оны қосып тұрған мен емес, бәкең емес, оны қосқан кім? Ғұламалар. Ахлус-сунна вал жамағаттың алдыңғы өтіп кеткен, Алла рахматтасын, үлкен ғұламалар осы мәселені көтеріп, солай кіргізіп кеткен. Бұл пайғамбар алейхиссалам деген махаббат, оған деген құрмет дейді. Әрине, Алланы ұлықтап айтсаңыз жақсы ғой, бірақ салауат жаңа хадисте келгенде айтыла береді. Өйткені Аллахума деген сөздің өзі, сіз Алланы айтып жатсыз сол жерде. Пайғамбар алейхиссалам салауат айтқан адамдар. Мысалы, мен пайғамбардан көрген жоқпын. Сіздер көрген жоқсыздар, бірақ пайғамбар алейхиссалам бізді сағынды. Бауырлар, именно бізді пайғамбар алейхиссалам сүйіктілерім деп айтқан. Сахабалар бәрі біз бе деген кезде, жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар, менің сүйіктілерім кейін келеді деген. Олар мені көрмесе де, мені ғашық болады солар дейді. Мен солар сағындым дейді. Сол пайғамбар алейхиссалам енді ақыретте, махшарда мені қалай таниды? Сізді қалай таниды Расулалла десе, ғұлама айтады, кім пайғамбар алейхиссаламға салауат айтса дейді, сіздің дауысыңыз пайғамбар алейхиссаламға естіріледі деп келеді. Екінші бір несі жолында пайғамбар алейхиссаламға сіздің жүзіңіз көрсетіледі дейді оған. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад деп салауат айтсаңыз, пайғамбар алейхиссалам сіздің дауысыңызды естиді екен. Және сіздің жүзіңіз пайғамбарға көрсетіледі дейді. Ертең махшарда пайғамбар сізді жақсы таниды. Өйткені сіз осы тірі кезіңізде пайғамбар көп салауат айтқан адамсыз. Бауырлар, сол үшін тірі кезімізде сараң болмайық. Сараңды пайғамбар алейхиссалам сұраған кезде, сараң деген дүниеге байланысты айтамыз ғой. Бірақ сараңның ең сараңы, менің атым, есім аталған кезде маған салауат айтпағандарыңыз дейді. Ол деген пайғамбар алейхиссалам, яғни бізбен сіздің салауатымызға мұқтаж емес біріншіден. Өйткені Алла субханала ва тағала пайғамбар алейхиссаламды хабибі қылып қойды. Сүйіктісі ол. Бітті, ол пайғамбар алейхиссалам тіке жәннатта ол. Енді пайғамбар сараң болма деп айтқаны, өзің сауап істеуіңе сараңды қылмасай, өз-өзіңе деп айтқаны ол дейді. Яғни бір салауат айтсаң, Алла Тағала неше айтады деді сізге? 10 айтады деді. 10 салауат Алла Тағала сізге. Демек, сауап істеуде сараңдық қыл бір-біріңден қалып қоймасыңдар деп айтқаны ғой Расулаллам дейді. Бауырлар, иншалла, пайғамбар алейхиссаламға көп салауат айтайық. Сол салауаттың мағынасын түсінуге тырысайық, не айтып жатқанымызды. Және оны балаларымызға, іні қарындастарымызға үйретейік иншалла. Айтып жүрсін оларда. Салауат айтып жүрген балаларымыз иншалла екіде де бақытты болады. Жүректері нұр алады, тілдерінен тек қана жақсы сөз шығатын сондай бір салихалы ұрпақ болады иншалла.